Сәлем достар, сіздермен бірге мен лайфхакер Айдос. Мен күн сайын сіздерге өмірді жеңілдететін лайфхактарды үйретемін. Ендеше не істеп отырмыз? Видеомызға кеттік пе? Немесе арнаға тіркеліп боламыз ба? Ол үшін мына жерде тұрған жазылу деген тетікті басып, колокольчикті басып, және де менің инстаграма тіркелуді ұмытып кетпеңіз. Енді видеомызға кеттік. Бүгінгі біздің видеомызда iPhone қолданушыларына VK-дан, яғни ВКонтактеден музыка жүктеу және де оны офлайн қалай тыңдауға болатынын көрсетемін. Ол үшін Телеграмға кіреміз. Телеграмға кіргеннен кейін сізге App Store Plus деген каналға тіркелу керек болады. Оның ссылкасын мен астына тастап кетемін. Содан кейін App Store Plus-қа кіргеннен кейін сіз поиске Царский ВК деп жазасыз. Міне ол менің алдымда шығып тұр. Царский ВК деп тұрады, үстінде корона тұрады. Соны астында установитті басамыз. Установить. Содан кейін автоматически өзі жүктеледі. Қазір міне жүктеліп жатыр. Сіздер күтіп отырмай арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сәл күте тұрайық. Және де бір айта кететін нәрсе, жүктеліп болғаннан кейін сіз настройкаға кіресіз. Жүктеліп болғаннан кейін сіз настройкаға кіресіз. Содан кейін основныйға барасыз. Менде бәрі кіріп тұрген, қайтып шығып жатырмын, сондықтан основныйға барып, кіргеннен кейін управление устройством деген жерде сіз басасыз. Toyota Motor Finance дегенге сіз доверяйте дегенді басасыз. Бұл ешқандай да iPhone-ға өзіңіздің қауіп-қатерін туғызбайды. Содан кейін міне скачать етілді, Царский ВК деп тұр. Кіреміз, разрешить және тіркелеміз. Яғни өзіміздің ВК-мызбен кіреміз. Тіркелеміз. Және де бір айта кететін нәрсе, енді қараңыздар. Сіздер сол жақ үстіндегі жолашақты басқаннан кейін ең соңына барып VK Settings'ке барасыз. VK Settings'ке барасыз. Барғаннан кейін ID клиента дегенді тауып алып, сіз Kate Mobile музыка офлайн дегенді басасыз. Содан кейін сіз VK-дан қайтып шығып, қайтып кіруіңіз керек болады. Міне шығып, енді қайтып кіріп көрейік. Кірдік. Енді міне My аудиозаписке барамыз. Осы жерде міне өзіңіздің музыкаларын шығып тұрады, соны жүктеп ала берсеңіздер болады. Мысалы жүктеп көрейік. Маған мысалы мына өлең керек. Соның оң жағында тұрған бұлтты download дегенді барып басасыз. Міне скачать етілді. Енді біз Wi-Fi бәрін сөндіріп, офлайн режимде ойнатып көрейік музыканы. Ол үшін Wi-Fi сөндірейік. Wi-Fi сөнді. Енді міне Царский ВК кіреміз. Жаңа жерде мен скачать еткен музыка ол аспанға деп арналады. Ол менің бауырларымның өзінің шығарған трегі. Тыңдауға сіздерге кеңес беремін. Көріп тұрғандарыңызда міне офлайн тыңдалып тұр. Осылай достар. Хей достар, бұл видео сіздің пайдаңызға тиді ме? Тисе әрқашанда білесіз ғой не істеу керек екенін, менің каналыма тіркеліңіз, және де лайк басыңыз, коммент жазыңыз. Менің инстаграма тіркелуді ұмытып кетпеңіз. Және де енді қандай лайфхак түсіру керек екенін сіз өзіңіз комментарияға жазыңыз. Және де Android жүйесіне осындай лайфхак керек пе? Соны да комментария жаза кетіңіз. Сіздермен болған мен әрқашанда лайфхакер Айдос. Өмір деген жақсы ғой, сүре білсең. Қош, сау болыңыздар.